Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен аяулым Марс қызы. Бүгін біз осындай аромасашы жасап үйренетін боламыз. Қажетті заттармен таныстыратын болсам, ол ең бірінші осындай форма қыздар. Бұл сашеге арналған форманың түрлері көп. Мен осындай түрін таңдаған болатынмын, бірақ ішіндегі жапырағын алу өте қиын екен. Құйған кезде 2-3 сағат күтесіздер. Восктан менде қыздар пальмоядровый воск для формовой свечи деген түрін таңдаймыз. Контейнерный свечи бізге арома сашеге болмайды. Сыртында қандай ыстықта қолдану керек барлығы жазылып тұр. Қай кезде аромат қосу керек, осыны скриндап алыңыздар. Одан кейін воскымызды еріту үшін осындай арнайы ыдыстары болады. Осындай ыдыстарды қолданатын боламыз. Одан кейін өлшеу үшін бізге таразы қажет болады. Одан соң бізге осындай версия қажет болады. Видеоның соңында не үшін қолданатынымызды түсіндіретін боламын. Мен осындай золотой түрін таңдадым. Сіздің формаңызға сай таңдайсыз. Арома сашемізге краситель қоссаңыздар да болады. Мен осындай фиолетовый краситель қосуды жөн көрдім. Немесе қоспай жасасаңыздар да болады. Одан кейін осындай термометр қажет болады. Арома маслыдан қыздар, сіздердің өздеріңіздің таңдаған түстеріңізге, сухоцветларыңызға байланысты таңдайтын боласыздар. Мен осындай французский сирень запахын таңдадым. Өйткені менде фиолетовый түсті болғандықтан, осы сирень кішкене фиолетовый жақын келетін болғандықтан таңдадым. Немесе осындай әртүрлі арома маслылар бар. Өзіңізге қалағанын сайттан таңдай аласыз ба? Төменде сіздерге ссылкаларын беретін боламын. Одан соң бетін сәндеу үшін осындай сухоцветларды қолданатын боламыз. Өзіңіздің иісіңізге, запахыңызға байланысты сухоцветларды салсаңыз болады. Кофе болса кофе, апельсин болса апельсин. Әркімнің өз талғамына байланысты. Олай болса арома сашемізге кірісейік. Таразымызды алып, ыдысымызды қойып, оны 0 қылып алатын боламыз. Бұл жерде менде өзі 0 болып кетті. Сіздер тароны басып 0-ге қойып аласыздар. Одан кейін воскымызды өлшейтін боламыз. Бізге керекті воск 30 грамм. Мен қыздар 34 грамм алдым, сіздер 30 грамм алыңыздар. Енді воскымызды водяной баняда ерітетін боламыз. Воскымыз ергенше достар, біз қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Қыздар, біздің арома сашеміз 100% натуральный восктан жасалған. Арома сашені флорентийский саше деп те атайды. Бұны сіздер гардероптарыңызға, шкафтарыңызға іліп қойсаңыздар болады. Немесе комодтарыңыздың сурмасына салып қойсаңыздар, киімдеріңізден күшті иіс шығып тұратын болады. Сіздің қосқан ароматыңызға байланысты. Арома сашеміз дайын болған соң қыздар, міндетті түрде 2-3 сағат күтеміз. Формадан шығармаймыз, қозғамаймыз. Одан кейін қыздар холодильникке 1-2 сағатқа салып алсаңыздар жақсы қататын болады. Содан кейін барып кез келген жерге іліп қойсаңыздар болады. Біздің воскымыз 70-75 градус болғаннан соң судан алатын боламыз. Одан кейін 70 градуста
біз красителімізді қосатын боламыз. Одан 65-70 градуста ароматымызды қосып, 60-65 градуста біз формамызға құятын боламыз. Барлығы қыздар жаңағы восктың сыртында жазылып тұр, сол жерден скриндап алсаңыздар болады, немесе алатын восктарыңыздың сыртында да солай жазылу болу керек, егер мен ұсынған жерден алатын болсаңыздар. Мен ең бірінші лаванданы сухоцветін салған болатынмын. Одан кейін бетін гипсофиламен және гортензияның розовый түсімен және жасыл түсімен сәндеген болатынмын. Сіздер өздеріңіздің ароматыңызға байланысты, қолда бар сухоцветіңізге байланысты өзіңіздің фантазияңызбен сәндесеңіз болады. Бірақ осы воскымыз қатпай тұрып салып жіберген жақсы, өйткені воск қатқаннан кейін кішкене беті тегіс болмай қалады. Ал қатпай тұрып осылай салып жіберсеңіздер, беті тегіс болып шығады. Және мен бетіне осындай блеск қосуды шештім. Бұндай блесктар көп магазиндерде бар, Резинарт магазиндерінде немесе строительный магазиндерден тапсаңыздар болады. Қыздар, арада 3 сағат өткеннен кейін осылай формадан жайлап шығаратын боламыз. Қыздар, сіздерге видеоның басында Люверси туралы айтам деген болатынмын. Люверсиді сіздер фурнитура сататын магазиндерден алсаңыздар болады. Және де осы аромасашені сататын, формаларды сататын жерден де тапсаңыздар болады. Біздерге бұл үлкен жағы қажет болады Люверсидің. Қыздар, Люверсидің размерлері әртүрлі, ол формаға байланысты, сондықтан формаларыңызға қарай таңдайсыздар. Люверсиді осылай жеңіл орнатамыз, екі жағына тақсаңыздар да болады, немесе бір жағына тағып сәндесеңіздер де болады, немесе оны қолданбай жай лентімен де тағып қойсаңыздар әдемі шығатын болады. Қыздар, енді лентадан осындай жіңішке түрін қолданамыз. Ол сіздерде әртүрлі түсті болуы мүмкін. Сіздер өздеріңіздің жаңағы сашеңізге үйлестіріп таңдайтын боласыздар. Ленталарды кез келген жерден ала аласыздар. Осымен қыздар, сашеміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мені қолдай кетіңіз.